Кішкентай Нұрланның көз жұмар алдында ауруханада жазған хатынан үзінді. Менің атым Нұрлан. Мен өзімнің анам Жансаяны және әкем Асқарды қатты жақсы көрем. Шынымды айтсам жақсы көрем, бірақ кейде олардан қатты қорқамын. Олар мені үнемі ұрады, соққыға жығады. Неге ұратынын білмеймін. Ешқандай жазығым болмаса да мені ұра береді. Мені сыныптастарымның жанына барып, олармен ойнағым келеді. Бірақ олардың барлығы мені итеріп тастап, жоғал бар, сенің түрің жаман дейді. Білесіз бе? Олар мені неге түрің жаман дейтінін? Себебі, менің бетімден үлкен тыртық болатын. Әкем мені қатты ұрған кезде, бетім жараланып, сол тыртық бетімнен кетпей қойды. Бір күні әкем мені алақанымды балғамен ұрды. Ауыр соққыдан бармақтарым қимылдамайтын болды. Сыныптастарым одан да бетер мазақ ететін болды. Күндер өтіп жатты. Бір күні менің жүрегім қатты шаншып, ауырып қалды. Әкем менің анам сол баяғыша ештеңе істемеді. Түнде не қалайтынымды білесіз бе? Жүрегім ауырмағанын қалап жылайтынмын. Бірақ бұл жайлы әкем мен анама ештеңе демейтінмін. Ал бір күні мектепке менің арманым тақырыбында арнайы сурет салу керек болды. Бар машина, ракета және қуыршақтар салып жатты. Ал мен олай емес. Себебі маған керегі олар емес болатын. Маған керегі қамқор әке мен мейірімді ана еді. Мен тәтті отбасын қағаз бетіне бейнеледім. Әкем мен анам және қуанып теңіз ойнап жүрген кішкентай балақай. Мен ол суретті салып жатып, үнсіз жылап отырдым. Себебі, бұл менің орындалмас арманым емес пе? Салынған суретті бүкіл сыныпқа көрсеткенде, барлығы мені мазақтап күлкі қылды. Мен тақта алдында тұрып, суретімді барлығына көрсетіп, менің арманым, ол менің отбасым деп едім, барлығы күле бастады. Ал мен ештеңе деместен, көзімнің жасымды сырғытып, үнсіз қана тұрдым. Өтінемін, күлмеңіздерші, бұл менің арманым ғой. Мені әкем мен анам үнемі ұрады, жақсы көрмейді. Мазақ етпеңіздерші, өтінемін. Мені де анам еркелеткенін, бетімнен сүйіп, жылы сөздер айтқанын қалаймын. Күнде сабақтан соң мектептің бір бұрышында тұрып сіздерді ата-аналарыңыз алып бара жатқанын көріп, қатты қызығамын. Ал мен ешкімге керек емеспін. Мен оны жақсы білемін, дедім да жыладым. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп жатқандай каналымыздың 80%-ін каналымызға тіркелмей көреді екен. Қазақ тілінің контентіне өз үлестеріңізді қосып, каналымызға тіркеліп, осындай әңгіме тыңдайтын достарыңызға жіберіңіз. Көп-көп рахмет.